Сәлем, Володя. Сәлем, Ирина. Қаның қалай? Рахмет, жақсы. Сен қайдан келесің? Мен жаңа қазақ тілі сабағынан шықтым. Қазақтың ырым тиымдары туралы сабақ өте қызықты өтті. Кәне, айтшы, нені үйрендің? Сен білесің бе? Үйге кіріп келе жатқан қонақ абайсызда сүрініп кетсе, үй иесі қонаққа төренің сыйлы орын ұсынады. Мұның түп төркіні үйге күтпеген жерден байлық келеді, бақ дариды деген ырымды білдіреді. Жоқ, енді білетін боламын. Ал сен мынаны білесің бе? Қонақтың пышағы немесе бақысы дастарханмен бірге жиналып кетсе, қайтарып берілмейді. Қонақ ет тұраған соң, пышағын өзі сүртіп, қынына салып алу керек. Егер дастарханмен бірге жиналып кетсе, пышағын сұрамайды. Сұраса, кірік пышақ боп, өштеседі деп жүреді екен. Қызық екен. Қазақтың ырым тиымдары көп. Жақсы онда. Келесі сабаққа мен де барамын. Сау бол. Сау бол. Павлодар облысының полиция департаменті тілім менің таусылмайтын байлығым атты челлендждің эстафетасын Әріптестеріміз Қостанай облысының полиция департаментіне жалғастыру үшін береміз.